Саламатсыздармы? Бүгүнкү биздин такырып бухгалтердик эсеп пәни боюнча 8-чи такырып уюмдун міндеттемелеринин эсеби. Биз сабактын максаты осы дәрістің міндеттемелер түсінігін ашу, міндеттемелердин түрлері боюнча жүргүзүлөтүн эсепти меңгерүү, бухгалтердик эсепти. Әрине бул үлкен ауқымды тақырып, сондықтан да мында карастырылатын сурактар саны 7. Биринчи, эң алдымен кәсіпорын міндеттемелерінің бірі қаржылық міндеттемелерді қарастырамыз. Екінші сұрақ бойынша салықтар бойынша міндеттемелер. Үшінші, басқа да міндетті ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер. Төртінші, кәсіпорындардың жабдықтаушылар мен мердігерлердің қарыздарының есебі. Бесінші, займдар бойынша шығындарды тану. Алтыншы, еңбек ақы төлеу бойынша. Және жетінші, өзге де міндеттемелер есебі. Міндеттеме дегеніміз бұл қарыз немесе міндеттеме бір нәрсенің белгілі бір жолмен қызмет етуі немесе орындау. Міндеттеме өткен кезең жағдайында пайда болып, оларды реттеу экономикалық пайдасы бар ресурстардың ұйымнан кетуіне әкеледі. Яғни ресурстардың шығуына алып келеді. Міндетті түрде қазіргі және болашақтағы міндеттемелерді ажырата білу қажет. Міндеттеменің үш белгісі бойынша анықталады. Бірінші, туғызған құбылыстың орын алған жері. Екіншісі, міндеттемелерді реттеу тек активтерді ауыстыру немесе басқа қызметті басқа субъектіге жеткізу жолмен жүргізуі мүмкін. Міндеттеме пікір таластырылмайтын болу керек. Осы үш сипаттамаға сәйкес міндеттеме анықталады. Және осы анықтамаларға сәйкес міндеттеме қабылданса, онда міндетті түрде бухгалтерлік, яғни жазба беріледі. Міндеттемені реттеу әртүрлі әдістермен жүргізіледі. Ақша қаражаттарын төлеу, басқа активтерге беру, қызмет көрсету, бір міндеттемені екіншісімен ауыстыру және капиталға ауыстыру. Банк несиесі кәсіпорындарға қаржы бөлу үшін көп пайдасын әкеледі. Құрылыс салу үшін, құрал жабдықтар сатып алу үшін және ғылыми техникалық өнімдер шығару үшін. Осы қаржылық міндеттемелер 30.00 бөлімшесінің шоттар бойынша есеп жүргізіледі. Осында сол шоттар жаңа шоттар бойынша ұсынылып отыр. 30.10 шотынан бастап 30.80 шотымен аяқталады. Келесі бізде екінші сұраққа көшеміз. Бірінші сұрақты қорытындылайтын болсақ, яғни қаржылық міндеттемелер, оларға не жататыны осы 30.00 бөлімше шотында көрсетілген. Әрине бұл жерде қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер көрсетілген, бірақ оның ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері де бар. Ол 4-ші бөлім 40.00 шотында жүргізіледі. Екінші сұрақ, бұл бізде салықтар бойынша міндеттемелер есебі. Кәсіпорында заңды жеке тұлғалардың табыс салығы, қосымша құн салығы, акциздер, жер салығы, мүлік салығы, көлік салығы есебі жүргізіледі. Осы бюджетпен есеп айырысулар есебі 31.00 салықтар бойынша міндеттеме бөлімшесінің шоттары бойынша жүргізіледі. Ол 31.10 шотынан басталып, 31.90 шотымен аяқталады. Және осы салықтар түрлері бойынша шоттар ашылған. Келесі, шоттардың кредиті бойынша төленетін салықтардың, яғни есептелінген салықтардың сомалары көрсетіледі, ал дебеті бойынша төленген бюджетке аударылған сомаларының көлемі көрсетіледі. Осында сол әр шоттар бойынша 31.30, яғни дебеті бойынша, кредиті бойынша қандай шоттармен корреспонденцияланғаны көрсетілген. Жалпы
осы қосымша құн салық бойынша және акциздер есебі бойынша шоттар корреспонденциясы келтірілген осы кестеде. 33-10 бұл жабдықтаушылармен есеп айырысу, қосымша құн салығына 14-20 дебеттеледі. Және кредиті 33-10. Акциздердің есебі 31-40 акциздер шотында жүргізіледі. Жер салығы, әлеуметтік салықтар қандай шоттармен корреспонденцияланатыны осы 14 слайдта көрсетілген. Келесі слайд көлік құралдарына салынатын салық 31-70 шотында жүргізіледі есебі, ал мүлік салығы 31-80, және бұл салықтар бойынша синтетикалық есеп 5-ші журнал ордерде көрінеді. Брес бухгалтерия бойынша әрине осы шоттар бойынша журнал ордер деп шығады, ол жерде журнал ордерлер нөмірленбеген. Үшінші сұрақ бойынша ұйымдарда басқа да міндетті және ерікті төлемдер есепке алынады. Бұл әлеуметтік сақтандыру бойынша, зейнетақы аударымдары бойынша, басқа да міндетті төлемдер және басқа да ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер 32-30 және 30-40 шоттарында жүргізіледі. Келесі әлеуметтік сақтандыру бойынша 32-10 шотының қандай шоттармен корреспонденцияланатыны осы слайдта 17 слайдта көрсетілген. Төртінші сұрақта жабдықтаушылармен есеп айырысу есебі көрсетілген. 18-19 слайд сол шоттың қандай шоттармен корреспонденцияланатыны көрсетілген. Ал 20 слайдта да осы шотқа нөмір 6-шы журнал ордер арналған көрсетілген. 6 сұрақ бойынша кәсіпорын, яғни еңбекақы бойынша есебі жүргізілуі анықталады. Және 21-22 слайдтарда жұмысшылардың осында келтірілген өнеркәсіптік, өндірістік және өндірістік емес болып бөлінетіні жазылған. Еңбекақы есептеу үшін жұмыс уақытын пайдалану есебі мен еңбекақыны есептеу табелі. Жұмыс уақытын пайдалануды есептеу табелі не сәйкес еңбекақы есептеледі. Еңбекақының екі түрі болады, негізгі және қосымша. Және еңбекақының негізгі формалар ол мерзімді және кесімді. Және олардың жүйелері бар. Сол формалардың мерзімді формасының екі жүйесі бар. Ал кесімді форманың осы 27 және 28 слайдта көрсетілгендей бірнеше жүйелері бар. Еңбекақымен есеп айырысу 33-50 шотында есебі жүргізіледі. Осы келесі слайдта 30-да соның еңбекақы есептеу кезінде берілетін бухгалтерлік жазулар. Еңбекақы есептелген кезде 33-50 шоты кредиттеледі. Ал шегерімдер ұсталған кезде, яғни жеке табыс салығы, зейнетақы қорына, жарна, ол шот 33-50 шоты дебеттеледі. Және қолына берілген кезде 33-50 шоты дебеттеледі. Және осы соңғы слайдта өзімізді тексеруге арналған сұрақтар бар. Ол міндеттемелердің қандай түрлерін қарастырдық біз, қандай түрлері бар екенін, жабдықтаушылармен есеп айырысу есебі қалай жүргізілетіні, еңбекақының түрлері мен нысандарын және басқа да міндеттемелер түрлерін қарастырып шықтық. Назарларыңызға рахмет.